Құрметті видео дәріс тыңдаушылар және студенттер. Бүгін бізде мектепке дейінгі тәрбие және педагогика кафедрасының мектепке дейінгі психология бойынша практикум пәнінің 3-ші дәрісінің тақырыбы. Жалпы мектепке дейінгі диагностикалық әдістемелері практикада қолдану. Бұл әдістемелерді біз практикада қолдану бойынша нақтылап кеңінен тоқталсақ. Келесі слайдта қарасаңыздар, жалпы тақырыптың мақсатына тоқталатын болсақ, бұл жерде мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық дамуын зерттеуде қолданылатын диагностикалық әдістемелерді және практикада дұрыс пайдалану және де оны алынған нәтижелерді ғылыми педагогикалық тұрғыдан бұны жалпы интерпретациялауын қалыптастыру. Ал енді біздің бүгін қарастырылатын негізгі мәселелеріміз мектепке дейінгі жастағы психологиялық диагностиканың мәні, мақсаты және де мектепке дейінгі балаларды зерттеуде қолданылатын негізгі диагностикалық әдістемелер. Және де 3-ші қарастыратын негізгі мәселелеріміз біздің диагностикалық әдістемелерді практикада қолданудың ерекшеліктеріне тоқталамыз. Сондай-ақ біздегі бүгінгі келесі слайдымызда жалпы мектеп жасына дейінгі психологиялық диагностика пәнінің мақсаты мен міндетін, жалпы мектеп жасына дейінгі балалардың диагностикалау, бұл жерде қалай диагностикалаймыз? Баланың психикалық дамуын деңгейін, олардың жеке ерекшеліктерін және де мінез құлықтарын жалпы ғылыми негізде анықтауға бағытталатын жүйе, бұл зерттеу үдерісі болып табылады. Ал енді бұл кезеңде диагностикада жалпы баланың танымдық, эмоционалдық және де әлеуметтік дамуын кешенді түрде бағалауды көздейді. Ал енді психологиялық диагностиканың мәні бұл баланың жалпы бала дамуының деңгейін тек жаңағы сандармен немесе тіркемелермен шектелмей, оның ішкі психикалық процестерін, жеке даму динамикасын және де әлеуетін мүмкіндіктерін анықтауға біз осы жерде анықтауға мүмкіндік береміз. Ал енді мектепке дейінгі кезеңде бұл жерде тұлғаның негізгі психикалық құрылымдары қалыптасатын маңызды кезең болғандықтан диагностика бұл баланың жас ерекшеліктеріне сәйкес жүргізілуі тиіс. Ал енді бұл үдеріс баланың іс-әрекеті арқылы және де ойын әрекетінде, қарым-қатынас барысында және де мінез құлықтарында жаңағы жүзеге асыру барысында орындалады. Психологиялық диагностиканың жалпы мақсаты бұл жерде баланың даму деңгейін жан-жақты бағалау және оның әртүрлі тиімділігіне қарай дамуына жағдай жасау. Ал нақтырақ айтатын болсақ, бұл жерде негізгі мақсаттары мыналар болып табылады. Бұл қандай мақсаттарды біз жүзеге асыруымызға болады? Жалпы психологиялық диагностиканың негізгі мақсаттары бұл жерде ғылыми тұрғыдан жалпы кестеде жүйеленген. Бұл баланың танымдық процестерін, оны атап айтатын болсақ, бұл жерде ес, зейін, ойлау, қиялдау, даму деңгейі кешенді түрде анықтауды жүзеге асырады. Сонымен қатар бұл балалардың эмоционалдық жағдайы, бұл тұлға аралық ерекшеліктері, бұл жерде баланың психикалық дамуының жеке даралық сипаттары анықталады. Онымен қатар әлеуметтік бейімделу деңгейі мен қарым-қатынас дағдылары зерттеліп, баланың даму әрекеті, әлеуметтік ортаға бейімделуі, жалпы диагностика барысында бұл ықтималдылықты дамытуға және жасауға, анықтауға өте маңызды орын алады. Алынған нәтижелер кезінде баланың жеке мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріне қарай ескеріліп отырады. Ал енді біздегі келесі презентациямыздағы бұл жерде 4-ші слайдта мектепке дейінгі балалардың зерттеуде қойылатын негізгі диагностикалық әдістемелер. Бұл жерде біз қандай диагностикалық әдістемелерді қолданамыз? Ең алдымен мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық дамуын зерттеу үшін арнайы бейімделген диагностикалық әдістемелер кешенін қолданамыз. Ол үшін біз не істейміз? Бұл әдістер арқылы баланың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы керек, ал оны табиғи түрде және де іс-әрекет барысында психологиялық ерекшеліктерін анықтауға бағыттаймыз. Ал ең алдымен біз көп жағдайда осы қолданылатын диагностикалық әдістемелерге бақылау әдісін аламыз. Бұл жерде бақылау әдісін
кешенді түрде ол баланың мінез құлқын, ойын әрекетін, қарым қатынасын табиғи жағдайда зерттеуге мүмкіндік береді. Ал бақылау арқылы баланың эмоционалдық күйі, әлеуметтік бейімделуі және іс әрекет ерекшеліктері анықтала бастайды. Ал енді ойын әрекеттерінде біз бала мектепке дейінгі кезеңде ерекше маңызды әдістерінің бірі деп көрсетеміз. Ойын барысында балалардың өз мүмкіндіктерін ескеруі, еркін қимылдары, іс әрекеттері, бұл әдістер арқылы балалардың қиялының шеберлігі және де шығармашылыққа ептілігі, эмоционалдық күйін анықтауға, әлеуметтік ортада өзін ұстауы, дағдылануы, жан-жақтылы бұл жерде бағаланады. Ал енді келесі біздегі әдіс бұл жерде әңгімелесу, яғни сұхбаттасу әдісі. Бұл жерде балалармен біз көп жағдайда балабақшада және де мектепке дейінгі ұйым практика барысында тікелей білім алушылар бұл әңгімелесу әдісін көп жағдайда орындап жатады. Бұл жерде қарым-қатынас жасау арқылы баланың ойлау ерекшеліктері, сөздік қоры және де қоршаған ортада ол өзін қалай ұстайды, сол қоршаған ортамен өзін тікелей байланысы, бұл әдіс арқылы көбінесе жеңіл түрінде және де ойын түрінде ұйымдастыруға көп жағдайда қолдануға мүмкіндік береді. Ал енді сонымен қатар келесі бізде тесттік әдістер. Бұл тесттік әдісті қолданбалы бұл баланың интеллектуалдық дамуында көп жағдайда қолданамыз, яғни танымдық процестерде, жеке ерекшеліктерінде, сандық, сапалық тұрғыдан бағалауға мүмкіндік беретін бұл тесттік әдістерді көп жағдайда осы бейімделу барысында жалпы осы тесттік әдістемелер арқылы қолданамыз. Және де психологиялық эксперимент деп айтамыз. Бұл жерде баланың белгілі бір психикалық процестерін арнайы ұйымдастырылған жағдайларда зерттеуге мүмкіндік береді. Ол арқылы балалардың жаңағы зейіндері, ойлаулары, танымдық процестерін дамытуға, анықтауға көп жағдайда мүмкіндік береді. Мектепке дейінгі балалардың жалпы осы психологиялық тұрғыдан диагностикалау саласы бойынша бірнеше шетелдік зерттеген ғалымдар бар және отандық ғалымдар бар. Бұл жерде ең алдымен қарайтын болсақ, бала психикасының даму заңдылықтарын зерттеген Выготскийді алсақ болады. Бұл жерде Выготскийдің көп жағдайда баланың психикалық дамуы көп жағдай әлеуметтік ортамен оқыту үдерісінде тәуелді екендігін анықтаған. Бұл жақын даму аймағы еңбегін. Бұл тұжырым диагностикада баланың тек қана қалыптасқан деңгейін емес, оның даму әлеуетін де анықтауға мүмкіндік берген. Ал Пиаженің еңбектерін қарайтын болсақ, бұл жерде балалардың когнитивті дамуын, яғни кезеңдеріндегі бөліп қарастырып, ойлау сапасын, өзгерістерін жалпылама зерттеген. Оның теориялық мектепке жасына дейінгі балаларға арналған логикалық ойлау, жалпы логикалық ойлау мен символдық әрекет және қиял даму деңгейін бағалауды маңызды әдіснамалық негіз болып табылатындығын берген. Ал Эльконинді алатын болсақ, бұл жерде Элькониннің жалпы ойын әрекетінде баланың жетекші іс әрекеті ретінде қарастырған. Ойын арқылы балалардың психикалық, яғни психологиялық даму диагностикалау мен зерттеудің ғылыми негізін кеңінен қарастырып, зерттеп, еңбектерінде қарастырған. Сондай-ақ отандық ғалымдардың ішінде Жарықбаев пен Қалиевтің еңбектерін саралайтын болатын болса, бұл жерде психология мен педагогикалық дамуына үлес қосып, бұл жерде балалардың жас ерекшеліктерін психологиясымен зерттеуде маңызды еңбектерді атап шыққан. Және де ол көп жағдайда балаларды ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып, баланың психикалық дамуын зерттеудің педагогикалық негіздерін қарастырған. Және де келесі слайдта диагностикалық әдістемелерді практикада қолданудың ерекшеліктері. Бұл жерде жалпы диагностика барысында 5 практикалық ерекшеліктерге нақты ұсыным келтірілген. Осы нақты 5 ұсыным ерекшеліктерді жалпы тоқталатын болсақ, зерттеуде жалпы ойынның өтуі. Бұл жерде зерттеу барысында ойынды қандай түрде өтеді. Бұл жерде мектеп жасына дейінгі баланың жас жеткіншек жалпы олардың жас ерекшеліктеріне байланысты іс әрекеті ойын барысы болғандықтан кез келген тест немесе тапсырма қызықты процесс ретінде ұсынылады. Ал енді диагностика барысында қуыршақтарды, ертегідегі кейіпкерлерді немесе сюжеттік желілерді қолдану барысында балалардың ашылуын
дамуына көмектеседі бұл әдіс. Және де бұл балалардың бойындағы қорқынышты жеңуіне, оның шынайы мүмкіндіктерді көрсетуге жағдай жасайды. Ал енді келесі екіншісі, бұл баламен эмоционалдық байланыс орнату. Бұл жерде эмоционалдық байланысты біз қандай жағдайда орната аламыз және де қалай орнатамыз? Бұл жерде бұл зерттеу барысында жалпы зерттеуді бастамас бұрын бала мен маман, тәрбиеші яки болмаса психолог арасында сенімділік қарым-қатынас орнату керек, қалыптасу керек. Бұл жерде бала өзін жайлы сезіну үшін алғашқы минуттарда танысуға, еркін әңгімелесуге мүмкіндік беру керек. Және де баланың қызығушылықтарын білуге арналған бірнеше сауалдар арқылы, егер бала маманнан, жаңағы тәрбиешіден яки болмаса психологтан бір өзін жайсыз, қорқыныш немесе бір жаңағыдай бір өзіндік қорқыныш бой алатын болса, диагностика нәтижелеріне объективті ол бола бермейді көп жағдайда. Үшінші зерттеулер бойынша уақыт режимі, шашауды бақылау, яғни уақыт режимі. Бұл жерде көп жағдайда біз тәрбиешілер, болашақ тәрбиеші, жас мамандар баланың жалпы дамуындағы ең маңызды жүйелердің бірі жүйке жүйесі. Бұл жүйке жүйесі тез шаршайтындықтан, диагностиканың ұзақ болуына байланысты әсер етеді. Сондықтан да мамамен осы диагностика барысында балалардың шамасына қарай, жас ерекшеліктеріне қарай және де осы уақытты дұрыс ұйымдастыра білу қажет деп санаймыз. Ал енді сыртқы ортаның қолайлығы, бұл жерде сыртқы орта деп көбінесе біз жаңағы диагностика барысында баланың зейінін аударатын, яғни бөгде дыбыстардың болмауы, ол жерде жарықтың түсуі яки немесе ойыншықтардың көп болуы, басқа адамдардың жаңағы кедергі келтіруі, немесе жиһаздардың балаларға ыңғайлы болмауы, жарықтың қатты түсуі, температураның барлығы осы сыртқы ортаның қолайлығына тікелей әсер етеді. Көп жағдайда тыныш және оқшауланған ортада балалармен тапсырманы мұқият орындауға, өзін еркін сезінуге көп жағдайда көмектесетін орта ол жайлы орта деп саналады. Және де бесіншісі сапалық талдау және көмек беру деңгейі. Бұл жерде біз көп жағдайда сапалық талдау барысында дұрыс немесе қате деген жауапты емес, баланың тапсырманы орындау барысында орындауға деген қабілетін және де оны түзей алуға, қалай түзей алуына жағдай бағдар беру. Бұл жерде егер бала қиналатын болса, тәрбиеші немесе мамандар, болашақ мамандар бұл жерде бағыттаушы сұрақтар немесе шағын көмек беру арқылы жақын адамдардың даму аймағы деп айтылады. Сондықтан да бұл тәсіл баланың қазіргі деңгейін ғана емес, болашақтағы да деңгейін сапалық талдауға көмектесуге мүмкіндік береді. Келесі слайдта біз Жан Пиаженің клиникалық әңгімелесу әдісін негізге алсақ. Бұл жерде клиникалық әңгімелесу әдісінде сұрақ-жауап көбінесе баланың ойлау логикасын зерттеуге мүмкіндік беріледі. Әдістің мақсатына алатын болсаң, бұл жерде жалпы баланың берген жауабын ғана емес, бұл жерде оның ойлау жүйесін, логикалық негіздемесін және де ақыл-ой деңгейін анықтауға көмектеседі. Негізгі қағида бұл жерде стандартты тестілеуден бас тарту, яғни қалыпты түрде баланы қате жауабының оның ерекше логикасының ретінде қарастыруға болады. Зерттеушінің рөлі, бұл жерде зерттеушінің рөлі кім? Әрине баланың ойын бөлмей, оны еркін сөйлетуге және де сонымен қатар баланың ойындағы қайшылықтарды ашу үшін бағыттаушы сұрақ қою болып табылады. Және де келесі біздің бүгінгі тақырып бойынша жалпы тақырыпты қорытындылайтын болсақ, мектепке дейінгі диагностика, баланың даму ерекшеліктері бұл ерте анықтап, оның әлеуетін ашуға бағыттауға, ғылыми тәжірибелік процестерде жүруге және оның тиімділігін, әдістемелерін ойын түрінде немесе шебер процестерде қолдануға мүмкіндік береді. Баламен сенімді байланыс орнатуға және алынған нәтижелерді болашақта баланың дамуына мүмкіндік береді. Бұл жоспарлау үшін және дұрыс талдай білуге негізделеді. Және де бүгінгі тақырып бойынша осы презентацияның соңында тапсырмалар және де бақылау сұрақтары берілген. Сабақты зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.